Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді етті бәліштің рецептін ұсынамын. Менімен бірге дайындаңыздар. Туралған еттің үстіне пиязымызды салып, барлық көкөніс еттер кішкене кубиктерге бөлінуі керек. Одан кейін картобымызды салып, одан соң тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің барлық видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Осымен салмамыз дайын. Егерде ұнатсаңыздар, әртүрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Одан кейін қатпарлы қамырды тоңазытқыштан шығарып, менікі қолдан жасалынған, осылай ұнды сеуіп, қамырымызды екіге бөлетін боламыз. Бір бөлігі екінші бөлігінен кішкене үлкендеу болуы керек. Қатпарлы қамырдың рецептісін описанияға қалдыратын боламын. Екіге бөліп алғаннан кейін кішкене күлше жасап, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Тым жұқа етіп қамырды жайып жіберудің қажеті жоқ, сондықтан қалыңдығын шамамен 1 сантиметрдей болуы керек. Жақсы жайылу үшін ұн себуді ұмытпаймыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Пергамент төселген листіміздің үстіне қамырымызды қойып, салмасын салып дайындап аламыз. Дәл осындай етіп, екінші қамырды да жайып алуымыз керек. Бірақ ол қамыр бұдан кішкене кішірек болады. Тегістеп аламыз. Екінші қамырды бетіне жауып, екі шетін кезек-кезек бір-біріне қосып, өріп аламыз. Сонда әдемі болады. Дайын болған бәліштің бетін жұмыртқаның сарысымен жағып аламыз. Алдын ала қыздырылған 180-190 градустағы пеште шамамен 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Осылай пышақтың көмегімен кесуді ұмытпаймыз. Осымен дәмді тойымды бәлішіміз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жібек. Назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын.